қазақ елі, мен Әсем Құралбекқызы, тәуелсіз журналистпін, түркістандық жеке кәсіпкермін. Кәсіпмедиа YouTube арнасының жүргізушісімін. Облыс орталығында, рухани Астанада болып жатқан мәселелерді өзімнің бизнесім арқылы сіздермен бөліскім келеді. Ең бірінші мәселе бұл права мәселесі. Түркістанда права неге берілмейді? 2019 жылы Мұрагай мекемесі жабылып, мемлекеттік жүргізуші куәлігіне имтихан тапсыру құзыреттілігін автоцонға берді. Бұл мекеме өзінің қызметтерін жетік атқарып келе жатыр деп айта алмаймыз. Өйткені база бірде ашылады, бірде жабылады және ұзақ уақытқа. Өкінішке орай, теория Түркістанда дәл қазіргі уақытта қабылданғанымен практикалық имтихан жоқ. 2 миллионнан астам Түркістан облысының тұрғындары Шымкент, Алматы қалаларына сандалуда. Осы жағдайдан кейін мәжіліс депутаты Ғани Хамзин бұл мәселені көтерді. Миллионнан астам тұрғыны бар Түркістан облысының тұрғындары Шымкент пен Алматыға баруға мәжбүр. Өйткені бүкіл облыста, тіпті Түркістанда сертификатталған автодром жоқ. Жақында ғана әлеуметтік желіден Шымкент қаласына жүргізуші куәлігіне емтихан тапсыруға келген азаматтардың мамандырылған соның есігіне сыймай дуалынан секіріп кіргенін барлықтарыңыз көрдіңіздер. Бұл халыққа қызмет көрсету емес, бұл халықты мазақ етіп қорлау. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Ақжол депутаттық фракциясы келесіні сұрайды. Бірінші, қолданыстағы тәртіпті қайта қарап, жергілікті тұрғындардың тығыздығы мен елді мекендердің ара қашықтығын, қатынау мүмкіндігінің халыққа қолайлығын ескере отырып, әр облыста кемінде 3-4 ауданаралық мамандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын ашу. Екінші, өз автодромы бар, немесе оны салуға дайын кәсіпкерлерге жүргізуші куәлігіне тапсыруға практикалық емтихандар үшін қызмет көрсету мүмкіндігін ұсыну. Құрметпен Ақжол фракциясының депутаттары. Оның инста парақшасына жазғанымда автодромы бар жеке кәсіпкерлер уәкілетті органдарға хат жолдауы тиіс деп маған кеңес берді. Мен Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігіне және азаматтарға арналған үкіметтің басшысына, төрайымы, сондай-ақ облыс жағы ДВД басшыларына, автосон басшыларына хат жолдап, автоматтандырылмаған автодромды ұсындым. Тек қана маған облыстық соннан жауап келді. Автоматтандырылған автодромда ғана практикалық емтиханды қабылдайды екен. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің 2014 жылғы 862 заңда автоматтандырылған автодром болмаған жағдайда автоматтандырылмаған автодромда немесе жабық алаңда комиссия мүшесі арқылы практикалық емтихан қабылданады деген заң бар. Бірақ өкінішке орай бұл заңға ешқандай да құзырлы орган өкілдері я болмаса мемлекеттік қызметкерлер бағынар емес. Халық Шымкентке барады, Алматыға барады, сандалады, кезекке тұрады, жұмыстан сұрану керек, уақытын жоғалтады. Ал мен өзімнің автодромымда қанша ұсынсам да, автоматтандырылған автодром деу олардың тараптарынан заң ба, әлде сылтау ма? Автоматтандырылған автодромға қойылып отырған талаптары төбе шашыңды тік тұрғызады. Автодром 1 гектар көлемнен асады, ал оны толық жанды асфальтта 15 сантиметр қалыңдықта астына шебін төсеп, менің мысалға қаражатым жетпейді. Бұл тек бірінші ғана талаптары, сондай жағы схемасын маған жіберді, көптеген талаптары бар, және де электр, жарық жағынан да қойып отырған талаптары тым жоғары, бұған қыруар ақша кетеді. Кәсіпкер деген ол жерден алтын қазып жатқан жоқ қой, басқаларын білмеймін, бірақ мен өзімнің осы жағы салада көптеген әділетсіздіктер, келеңсіздіктер болғандықтан автомектебімді жабуыма тура келді. Автоматтандырылмаған автодромда комиссия мүшесі, яғни мамандар осы талапкердің, курсанттардың көлік жүргізу деңгейін анықтай алмай ма, әлде компьютер анықтау керек па? Мен автошкола саласында 5 жыл жұмыс істедім. Түркістан облыс орталығы болса да, базаның бір ашылуы, бір жабылуы, және де теорияны Түркістанда тапсырасың, екінші емтиханда басқа қалаға барып тапсыратын болғандықтан, халық сандалғандықтан, автошколаға деген оқушылардың үлгерімі және де қызығушылығы бәсеңдеді. Жағында көлік жүргізуші үйренушілер өкінішке орай Алматыға, Шымкентке, тағы басқа қалаларына кетуіне тура келді.
сондықтан да біздің автошколамыз өзінің шығынын өзі ақтай алмады. Салығымыз бар, төлеп отырған әрбір қызметкерге төлейтін ТО филиал болғандықтан 20% табысымызды мемлекетке төлейміз. Сондай-ақ жалақымыз бар, услугамыз бар, басқа да шығындар өкінішке орай ақталмағандықтан мен өзімнің кәсібімді жабуыма тура келді. Және де осы бизнеспен айналысып жүрген мен сияқты қаншама кәсіпкерлер бар. Мысалға Түркістан облысында қаншама қала, аудан бар. Мақтааралда бізде автошколамыз болды. Арасы Түркістанға келуіне 6-7 сағат. Сонда бір категория қостырту үшін, бір құжат алу үшін қайта-қайта келу керек па, сандалу керек па? Неге өз қалаларында, өз аудандарында осы мемлекеттік жүргізуші куәлігіне ешқандай да тұрғындардың, Түркістан облысының халқының қолы жетпей жатыр. Бүкіл жағы халықты бір жерге шоғырландырғаннан қандай пайдасы бар? Есть отдельные районные центры, где все услуги, кроме сдать экзамен на права, можно получить в местном центре. То есть у них спецзонов нету, но какие-то услуги они могут получить. Сдать на права, вот сейчас ввели такое нововведение, должен быть специальный автодром, чтобы на нем сдавать экзамен. Якобы, как я их понял, они хотели исключить коррупцию, что типа все покупают права и поэтому сдают в одном месте, там ужесточенный контроль, минимизирует человеческий фактор. Не, ну конечно, это хорошее начинание, но они устроили проблемы тысячам людей, и, наверное, побеждать коррупцию нужно не так. Тем более в отдаленных районных центрах живут, наверное, ну не прям самые богатые люди, а права – это то, что нужно каждому гражданину. Кезінде бұл ғимарат автошкола еді. Осында қаншама қызметкерлер жұмыс істеді, ұстаздар, инструкторлар, қаншама шәкірт тәрбиелеп шықтық, көлік жүргізуді үйретіп, теория болсын, практика болсын, қаншама жаңа плакаттар алып, детальдарды жуып, көліктерді кесіп, оны бояп, барынша осы курсанттардың білімін тереңірек ұлғайтуға, сондай-ақ жол жүру ережелерін жетіп меңгеруге, тесттен өз күштерімен өтуге барымызды салдық. Мемлекеттің тарапынан осындай өзгерістер болғандықтан өкінішке орай бұл жаңалықтар мен сияқты автомектеп бар кәсіпкерлерге көп зиянын тигізді. Және де солардың бірі менмін. Автомектеп саласын жапқан соң мына ғимараттарды жалға беру ісін қолға алдым. Маған өнер спорт мектептерімен айналысатын жалға алушылар келді. Олар айтты, мемлекеттік мекемемен жұмыс істеп жатырмыз, олар бізді қаржыландырады, ал біз жаңағы өнер спорт мектептерін ашуға бар күшімізді саламыз, заңдастырамыз, ұстаздарды тартамыз, қызметкерлер тартамыз, шәкірттерді тегін білім алуына, өнерлі болуына атсалысамыз деген. Олар бізбен келісімшартқа тұрғанымен, мен олардың сөзіне сеніп, ғимаратты ремонттағанымен, олар тек қана бір айлық авансты берді да, ары қарай істерін жалғастыра алмады. Өйткені бюджетте ақша жоқ, біз кезекке тұрмыз 3 айдан бері, өкінішке орай бұл істен бас тартамыз деді. Мына ғимараттың ремонтына да біраз шашылдым. Төбесін, крышасын істетем деп өзімнің крышам кетті. Осы же бізде қалай істейін, крышаны қалай жабайын, ұста бар ма, таныс дегенде ешкім табылмайды. Ал сен уже ремонтың біткен екен, бәрі жаңа ақылсымақ болып айтады, сен дұрыс жаппағансың, жаңа бек жауып қойған ұсталардың. Осындай жаңа крышамен 2 ғимаратты да жабуға болатын еді, сен артық шығындалғансың деп. Мәселе енді тек қана крыша жабуда емес, мәселе бұл ғимараттың ішін ремонтына келгенде маған спорт школаға жалға аламын, 15 мартта кіремін, тездет деп жаңдай ұсыныс жасады жалға алушылардың тарапынан. Мен деген қарызға ақша алып, мынаның ішін бәрін ремонттап, краскілеп, водомойсасын жағып, ұсталар тауып, күн-түн олар жұмыс істегенде, мені бүгін олардан хабар жоқ. Мен сіздерге жаңа айтатыным, қандай да бір жалға алушы келгенде ақшаң бар ма жоқ па деген сұрақты қойыңыздаршы. Және де олардың сөздеріне сеніп қалудан қажет жоқ. Мына жерде біз көлдетеміз, күшті қылып жұмыс істейміз, мына жердің бәрін оқушыға толтырамыз деген, оның бәрі бос әңгіме екен. Және де жалға алушы осы салада жұмыс істеп келе жатыр ма, тәжірибесі бар ма жоқ па. Өйткені ертең күні жаңағыдай сізді ремонттап бересіз, тұрақты табысқа, пассивтік кіріс қол жеткізем деп ойлайсыз, бірақ өкінішке орай мен сияқты жер сипап қалмаңыздар.
Түркістан облыс орталығына айналғалы және де керуен сарай салынғалы қаншама блогерлер келіп Түркістан екінші Венеция деп атап мақтап кетті. Шын мәнісінде Түркістан қаласының ішінде қаншама мәселелер бар. Мысалы канализация мәселесі. Өкінішке орай бұл мәселемен де 2 жылдан бері арпалысып келемін. Жазбаған мекемем, құзырлы органдарым жоқ. Соңында ЖКХ-дан хабарласып, егер де бұл мәселені ары қарай қазбалайтын болсаң, жаңағындай мемлекетке жеріңді қайтарып алғызамын деген әңгімелерде айтты. Сонда олар мәселе шешпейді. Сонда жаңағы шағымданушының үнін өшіруге тырысады. Дәл қазір канализацияның сасық суы тартылғанымен уақытша ғана ол 1-2 айдан кейін тағы да шығады. Мына жердің бәрі қысы жазы жағындай сасық суға малынып, адам аяқ баспайтындай болады. Және де бұл жердің иісі, өздеріңіз білесіздер ғой, дәреттің иісі қандай болатынын. Денеңді қышытады, жүрегіңді айнытады, басыңды айландырады. Бұл тек қана менің ғана мәселем емес. Мысалға біздің көшелеріміздің де, тұрғындардың да мәселесі. Балалар қышым ауруына ұшырап жатыр. Біз сеске де жаздық. Бұл мәселе бойынша мен айттым да, суреттерінде апардым. Қазір мысалға тұрғындардың денсаулығы, халықтың саулығы маңызды ма, әлде сіздер үшін бір орында отыра берулеріңіз маңызды ма деп айтып едім. Бірақ шаралар қолдануға тырысады да, уақытша ғана тартылады, уақытша ғана тазалайды. Бірақ өкінішке орай бір жолата бұл мәселені әлі шеше алмай келеді. Менің ғимаратымның алдында осылай қоршап алды. Біздің көшіміз кәсіпкер. Өкінішке орай енді кәсіпкер болғанда сен міндетті түрде заң шеңберінде жұмыс істеуің керек. Сондай-ақ айналаңдағы адамдарға ешқандай кедергіңді жасамауың керек. Міне өздеріңіз көріп тұрғанымдай пойыз жолда қоршап алып, білмеймін, пойыз жол мемлекеттік пе әлде жеке меншікке сатыла ма. Мен өзімнің ғимаратыма келу үшін жарты Түркістанды шарлап, айналып барам да. Оның үстіне осы ғимараттарды басқаларға жалға беруге, өткізуге қиын болып жатыр. Өйткені өкінішке орай ұзақ, қысқа жолы жоқ. Біздің уақытымыз Түркістанның жарты жерін шарлауға, аралауға тиімсіз деп жалға алушылар тарапынан осындай маған шағымдар түсіп жатыр. Бір кәсіпкердің пайдасы деп екінші бір кәсіпкердің жолын жабу, бұл да заңға қайшы. Оның үстінде бұл қоршау заңсыз қоршалған. Мен премьер-министрге, сондай-ақ Түркістан облысының бас прокуратурасына және де жер инспекциясына, облыстық бәріне арызымды жаздым. Олар өздері әкімнің қаулысы заңға сәйкес еместігін айтты, жауап берді. Бірақ өкінішке орай ары қарай шара қолданған жоқ. 1 жылдан бері заң емес, таныс шешетіне көзім жетті. Бұл жерде тек қана менің ғимаратым ғана орналасқан жоқ. Бұл жерде қаншама мысалға тұрғын үйлер бар. Олар сонда өзінің үйіне бару үшін, ойлаңыздаршы, бүкіл жарты Түркістанды айналып баруына тұра келеді. Ал мысалға көлігі бар адамдар бар, көлігі жоқ адамдар бар, қариялар бар, көп балалы аналар бар. Бізге мысалға жол керек қой. Біз енді өзіміздің үйімізге, я болмаса жұмыс орнымызға сонда біз айналып баруымыз керек па? Құрметті көрермендер, мен бір ғимаратымда қаншама мәселелер болып жатқанын айтып өттім. Менің YouTube арнама жазылыңыздар, ойларыңызды, пікірлеріңізді міндетті түрде бөлісіңіздер.